Бұл арудың есімі Ләззат Оразай. Әншілікті бастағанына көп болмаған Ләззат жуырда алғашқы бейнебаян түсіріпті. Оған ең қымбат адам атты әні таңдалған. Аталмыш әнді Қазбек Кәрібеков, ал сөзін Мархаба Сәби жазған. Оны Ләззат сүйіктісіне арнайды. Бұл өлеңді өзімнің сүйіктіме арнадым. Ең қымбат адам деп. Оған шын мәнінде де ең қымбат адам. Осы әнді сүйіктіме арнап айтып бердім. Жүрегінен шыққан туынды болғандықтан Ләззат түсірілімге қатты көңіл бөліп, уайымдапты. Алғашқы туындым болғасын кішкене қобалжып, осы қалай болады екен, не болады екен деп ойладым, әрине. Бірақ, ұнады. Мен ойлаймын, ойымнан да шықты. Өте бір жақсы туынды, бір ерекше бейнебаян шыққан сияқты деп ойлаймын. Соған сенемін енді. Ләззат үшін ерекше саналатын бейнебаянды сіздер YouTube-тегі Гакку ТВ каналынан таба аласыздар. Айтпақшы, мұнымен әнші тоқтап қалмақ емес. Алда ел назарына жаңа әндер мен бейнебаяндар ұсынатын ойы бар. Әрине, осы енді бастап аяғына дейін жеткізу керек бұның бәрін. Бұл менің алғашқы туындым, бірақ 2-3 өлеңім дайындықтамыз қазір, 2-3 өлеңді жасап жатырмыз. Енді 2-3 айдың ішінде тағы да бір бейнебаян шығады ғой деп ойлап жатырмыз. Ендеше күтіңіздер.